Ассалаумалейкум, Қайрат бауырым, қалайсың, амансың ба? Үйде жылы жерде диванда жатып, жоқ, заводта теңгеде жүрмін дейсің, шүкір жұмысым бар. Ал дейді, мың есе жеңіл, 15 күнді ойнап жүріп табам деп жатсың мына жерде. Мүмкін сен ойнап жүріп табат шығарсың, қара жұмыс істемейтін шығарсың бауырым, адай болып. Бұлар ойнап жүрген жоқ. Бұлар 15 мың алса да қаншама пайдасын тигізіп жатыр, көрдің ба? Қаншама үй салып жатыр. Мен саған жаздым, диванда жат деп, негатив жазып деп. Керек емес бауырым, бұлардың еңбегі адал. Осылардың арқасында қаншама адам үйлі болып жатыр, сен білесің ба? Сен теңгизге жүріп білмеймін қандай жұмыс істеп жатқанын, мүмкін адам кіргізіп жатқан шығарсың теңгизге, сен ортада жүрген адам шығарсың. 150 мыңнан адам басына алсаң, конечно, жұмысқа кіргізсең 15 күнді ойнап жүріп табасың. Так что бауырым, сен ауыр болса да көңіліңе тисе де айтайын. Сен бұның дұрыс емес, қателік. Наоборот, поддержка беру керексің ғой, молодец деп. 15 күн қаншама жігіттер жүр, жұмыс істемей бар ғой, жатыр үйінде. Ата-анасына, әке-шешесіне масыл болып үлкен-үлкен жігіттер. Мынандай жерде балшықта жүріп, балшық илу деген оңай емес. Бәріміз де осы жұмыстан бастап шықтық жоғары, осылай тас қалауға үйрендік. Аллаға шүкір. Әуел Алла, Алланың арқасы бәрі. Одан кейін ата-анамызға шүкіршілік айтамыз. Рахмет деп. Айып етпе бауырым. Артық кетсем, артық ештеңе жазған жоқ. Өйткені комментарий жазатын қыз балдар жазбайды, өзіміздің қазақ бауырларымыз ғана жазады. Осының бәрі солардың арқасында мына үй салынып жатқан. Аллаға шүкір дейміз.